Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәл осындай сірне дайындаймыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады екен. Қамырын дәл осылай жасап көріңіздер. Менімен бірге каналымды жоғалтпай тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Қамырды ерте дайындап тұндырып қойсаңыздар, подливымыз дайын болам дегенше өте жақсы болып тынып тұрады. Сондықтан ең алдымен жұмыртқамызға тұзымызды салдым. Одан кейін суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды біртіндеп салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Осылай қамырымызды жұмсақ етіп илеп алдық. Енді салафанға салып, тұндыруға қалдырып қоямыз. Оға дейін біз етімізді турап, барлық көкөністерімізді турап, подливын жасайтын боламыз. Ең алдымен еттерімді осылай турап шықтым. Енді табамызға майымызды осылай көп мөлшерде құйып, қызғаннан кейін картоптарымды салып, жақсылап қуырып алдым. Картоптарыңызды өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай ұсақтап үлкен картоптарды 4 бөлікке бөліп шықтым. Дәл осылай барлығын салып, жақсылап картопымыз қызарғанша қуырып аламыз. Дәл осы майымыздың жарты бөлігін алып аламыз. Өзімізге керек бөлігін қалдырып, қалған етімізді, пиязымызды қуыратын боламыз. Енді дәл осы қызып тұрған майымызға етіміз салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді пиязымыз салып, жақсылап қуырамыз. Пияз 2 бас пияз қостым. Пиязды көбірек қосаңыздар, өте дәмдірек болып шығады. Барлығын жақсылап қуырып, дәміне қарай тоз борышымызды, одан кейін сәбіз қоспадым, менде болгар борышын қостым. Барлығын жақсылап қуырып, суымызды құйып, 1-1,5 сағатта пісіріп алатын боламыз. Дәміне қарай тоз борыш және қалауларыңыз бойынша томат пастасын қосып, барлығын жақсылап араластырып, қуырып алатын боламыз. Одан кейін суымызды құйып, 1-1,5 сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз өте жақсы болып, жұмсақ болып, жақсы тынды. Енді қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып алдық, жұқа етіп, енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сәбізді және картопты, пиязды барлығын ұсақтап турадым. Сәбізді күштен өткізіп алдық. Барлығын жақсылап осылай турап алғаннан кейін дәміне қарай тоз борыш, сұйық майымызды құйып араластырамыз.
Қамырымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап жағып аламыз. Одан кейін көріп тұрғандарыңыздай бірнеше үлкен бөліктерге бөліп, арасына начинкамызды салып, дәл осылай видеодағыдай орап шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай дайындап болғаннан кейін қайнап тұрған суымызға мантаваркамыздың табағын майлап, барлығын орналастырып 40-45 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Енді біздің қайнап жатқан подливымызға картопымыз пісуге аз уақыт қалған кезде картопты соңында салып 5-10 минут қайнатамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәл осындай сірненің түрін бір жасап көрсеңіз, тағы да жасап көріп жегіңіз келе беретін тағамның бірі екен. Ас болсын.